Жексен, Дүйсен, қалайсыңдар? Тоқ әкеңіз. Жақсы, сіздер анау жеңгеммен әбден шүйіркелесіп басында кедергі болмай. Осы жерде отырмыз. Ана шешелерің ауырып жүр ғой, неге қарамайсыңдар? Не болды апам? Апам аттай ауырып жүр ғой? Қайдағы аттай? Қазір ғана көз алдымда есеңгіреп қалды емес пе? Мына Нәкөнай көрді. Ой, кішкене. Апам ауырып қалды не? Ондай жоқ тұғын апамның. Ондай жоқ болса ауырып айтып келуші ме еді? Қаратыңдар апарып. Болды. Ертең врачқа апарып көрсете саламыз онда. Қарамайтын болсаңдар өзім алып кетем. Өзім апарып қаратам дәрігерге. Қауыман төлеңізді ала көрін. Қылжақты ғой. Бір 70 мені болайық. Біз 70, сіз 70. Апам как раз 70-те. Көкемай. Әкелерің еккен терегінен біреуі де қалмапты ғой. Енді там соқтық қой көке. Там соқ Дүйсен соғып жатыр қазір. Біразын саттық оны. Көкем еккен теректердің рахатын көрдік қой көке. Әкелерің жарықтық. Бәріміздің жағдайымыз ойлап жүруші еді. Жаным ай. Жексен, сенімен әңгіме бар. Сендер барыңдар ана жаққа. Дүйсен, Нәкөнай. Бар, Дүйсен. Отыр. Не болып қалды? Ана біздің үйдегі әніңді үйлендіру керек болып тұр. Үйлендіріп тындырмасақ тентектігін қояр емес. Әйтеуір кішкене балалы болса, жауапкершілік сезініп тентектігін қоя ма деп отырмын. Ол дайынбыз ғой. Қыз дайын болса, біз дайын. Сол қыз дайын болғанда, сол қызды сен дайындайын деп тұрсың. Қалай мен? Балдызың бар емес пе сенің? Қайнағаңның қызы. Вот, сол қызды әпереміз. Сол қызбен сен сөйлесесің. Келінге батылың бармасаң, өзім айтам. Жоқ, оған айтуын айтам ғой мен оған, бірақ. Не бірақ? Мен солай шештім. Болды, сол қызды әпереміз. Сен көмектесесің. Сөйлесем, оны мен қашып атқан жоқпын. Бірақ бұл. Мұстафа, менің айтқаным болады. Әйтпесе жаныңды алам. Таным, жанымды алсаң алатын шығарсың. Бірақ өлсем де мен балсымды бермеймін. Апа? 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 Ай, не болды? Бәрі нормально ма? Бір түрлі болып дұрыс па бәрі? Дұрыс, бәрі дұрыс. Не болды? Бағана да дәл өстіп бір түрлі болып қалбайдыңыз. Тағы сондай болып тұр ғой сізде. Не болды? Маған жайша келіп бедің? Жайша келгенде. Қамыр сала берейік па, апа? Сала беріңдер. Ана мырзаға бүгін қайтып кетеміз дейді. Иә. Күлпаш. Анау кешек айтқан ауруың қандай еді өзі? Қандай ауру, апа? Әлгі сериалмен ауыратын аурушы. Не анау? Сериаламания. Иә, сол. Мен сонымен ауырған сияқтымын. Ой, апамды. Қойыңызшы, апа, ондай ауру жоқ қой. Мен әшін ойнап айттым ғой сізге. Жоқ емес. Бар екен. Мен мұна бәріңді сериал етіп көріп жүрмін. Қойыңызшы. Білмеймін. Өзімді өзім түсінбей қалып жатырмын. Сіз содан кейін ба өстіп бір түрлі болып жүргеніңіз? Бәсе бір әлемге барып келес қайта. Ойбай, мен апа. Апа, мен сізді кіші атаға ғашық болып қалды екен деп уайымдап жүрмін ғой. Бәсе. Саған күлкі керек, Мен қорқай дедім. Ой, апа, қорқпаңыз одан. Ол жарасы жеңіл оның. Бір апта сериал көрмей қойсаңыз бар ғой, 1-2 күнде жазылып кетесіз одан кейін. Тез жазыласыз. Мен каталогты зорға емдеп алып едім ғой. Ол да біраз сол ауруға кіріп кетіп, наркоман құсатып зорға шығарып алдым ғой. Құрсын, енді сериал көрмеймін. Ой, апа, қорқпаңыз, уайымдамаңыз, ештеңе болмайды. Сол кезіңізде сұрап алайыншы қайталап. Точно қамыр сала берейік па? Сала бер дедік қой. Все, я пошла. Сал.
Я пошла, шла, пирожок нашла. аға ауырып жүрген жоқ па? Осы сендерге бүгін не болған өзі, а? Білмеймін, көкем ғой жалып жасап жүрген. Или сіз жалып жасадыңыз ба? Қырып барады ғой шетімізден. Сіз әп кетемін деп қояды. Ей, мырзаға құда түсіп кепті. Сізге ма? Ой, тұқымың шайдық. Мен денең бар, ана Күлпаштың сіңлісіне. Апа, 20 минуттан кейін тамақ дайын болады. Ой, бұл байқұс естімеген сияқты ғой әлі. Ай, ол әлі білмейді. Қайным, мырзаға байғұс алтын адам ғой. Бірақ, ана Дариға апаның мінезіне шыдас бермей, бір күні ажырасып кетіп жатса, арамыз суып қала ма деп қорқам. Бір шетінен ана мырзағаның көңілінде қимайын. Ой, біз болмайтын нәрсені уайымдап, Күлпаштың сіңлісі өзі уайымдасын, өзінің проблемасы ғой. Неменеге басқа тұрасың оны? Ол өзгеріп кетіпті. Енді 50 жылда ел жаңа деген ғой енді. Сіздер жастық шақты еске алуға келген сияқтысыздар ғой біздің ауылға. Иә. Еске алатын жақсы нәрселер болмаса да еске алып қайттық. Ай, Дариға жоғары шықсайшы. Дүйсен, ана көкелерің шақыр. Тамақ дайын болып қалыпты. Бар. Болды. Кел, Дариға, кел. Ұлтуардың үйіне барып қайтқан шығарсың, а? Иә. Құрбымның жағдайын біліп қайттым. Екеуіңнен басқа жақсы адам қалмаған шығар. Не болды апсың? Басқан ізімді аңдып. Кімге не етеу керек екендігім сіз шешетін болғансыз ба? Я, айттым. Сіз туралы барлық шындықты айттым. Жамандадым. Апсын, сізге не болды? Бейсен қалай? Қыздары қалай? Иә, жақсы. Әйтеуір өз арбаларын өздері сүйретіп жүр ғой. Жақсы. Күлпаш, Дариға апама ше, келін болсаң қайтасың? Мен ба? Құдай сақтасын. Хорошо, что менің өмірім келін болатын уақыттан өтіп кетті. Құдай сақтасын, құрсын, берекемізді алады ғой, иә? Бізде уже шағып үлгірді ғой. Байқаңдар, заразный болып жүрмесін. Жоқ, мақұл, чист случайно, сенің сіңілің келін болып қалса ше, Дариға апа. Болады ғой, кинодағыдай ма? Ұлпан ба? Ой, Құдай. Егер Ұлпан со Дариға апаға келін болса, екеуіне де жаным ашымайды. Біреу кәрі жылан, біреу жас жылан. Бір-біріне дармайды десей. Жоқ, не обязательно Ұлпан ма? Ұлпаннан басқа сің ағаңның қызы мысалға деп атым да? Ағамның жалғыз қызы бар, о бетіне қарап отқан айналайын. Сен не мен тегі сіңілерін түгелдеп қалдың тегі? Үштеңе әшейін, мысал сұрап атым да? Не мен сіңілеріме жамандық ойлап жүрсің ба не? Жоқ. Не енді? Дариға апаға келін болсын деп тілеп отырсың ба? Ойбайсыңдар жүдә, Дариға апаны монстр қылып жүрдіңдер ғой, не болыпты Дариға апама? Мә, дейсен, сені мұндай адам деп ойламаппыншы. Все, сенімен араласпаймын енді мен. Каталек, күйеуімен араласпаймын енді мен. Все, сен араласпасаң мен де араласпаймын. Все. Араласпасаңдар, араласпай қойыңдар. Майы, на, ет дайын. Турап болдың ба? Тамақтарын дайын ба, жақты салдыңдар ма? Иә, болды, қазір бәрі дайын болып қалды уже. Осы жерде жеп тойып ал, ана жақта жеп үлгермейсің. Шаққа құрады. Берші ет Күлпаш. Не деп жүр мұны? Бол. Bismillahirrahmanirrahim. Ой, рахмет. Өмір жасың ұзақ болсын, көп жас айналайын, нақынай. Міне мырзаға. О, бас келді. Ал мен емес,
Кәне. Алла қолдасын, ағамның жатқан жері жайлы болсын. Осы әулетке келін түсіп, қыз ұзатылсын, әулетіміз ұлғая берсін. Асымыз адал, басымыз аман болсын. Аумин Аллаху акбар. Көк алыңыз еп. Ал кәне, бисмиллахиррахманиррахим. Ой, тамақ дәмді болыпты. Келіндер рахмет, бақытты болыңдар. Амин. Жеңешемнің мектебі көрініп ақ тұр. Ас болсын мырзаға. Ай, алсаңдаршы, алыңдар жақсылар. Алдық, жақсы алдық. Мен қазір сорып алып келейін. Келін, сен отыр. Кіші келін алып келер. Мен қазір сыр болып келейін. Күлпаш келін. Біздің үйде кенже ұл Дәуренді білесің. Иә. Қайның ғой. Иә, Соны үйлендірсек па деп отырмыз. Құтты болсын аға, құтты болсын. Сенің ағаңның қызына құда түсіп барсақ па екен, жоқ әлде алып қашайық па? Мен шешпеймін ғой, аға. Енді осы ауылдағы біраз қайын қашырды деп естідім. Енді кезек сіңліңе келіп тұр. Ана жеңгеңмен сөйлес. Жоқ әлде бізді тең көрмей отсаң оныңды айт. Жоға, о не дегеніңіз? Просто мен... Бермесе қинама. Дәуреніме темдеп жатқан қыздар жетеді. Сен араласпа. Келін. Сен ана жеңгеңді көндір. Бір аптада сенен хабар келсін, келмесін, біз ағаңның үйіне құда түсіп барамыз. Жастар бақытты болса болды ғой. Бұл Дұрыс дұрыс. айтасың. Апа, не болды? Жеңеше. Апа, Жеңеше. апсың. Айттым сендерге жүгірмектер, қаратыңдар деп. Тегін емес. Жеңеше-ау, қатты қорқыттыңыз ғой адамды. Қалайсыз? Апа, жақсы болып қалдыңыз апа? Дұрыссыз ба? Жақсы. Мазасын алмаңыздар енді. Апаның кішкене нервісі шаршаған, қызуы бар. Бірақ қорқатын ештеңесі жоқ. Бір-екі күн тынықса қайтып орнына келеді ғой. Иә. Давлениесін тексердің ба? Иә, давлениясы бір қалыпты апаның. Тек сол бір-екі күн тынықса, қайтып орнына келеді. Сол, ал, апа, жақсы. Ауырмаңыз. Рахмет. Сауығып кетіңіз, аға. Рахмет, айналайын. Жақсы. Рахмет. Мен шығарып саламын. Иә, шығарып салыңыз. Шығарып салыңдар, келіңдер. Ай, уайымдамаңдар мені, бәрі де дұрыс. Жеңеше. Жатыңыз. Жатыңыз, жаңа дәрігер қыздың не айтқанын естідіңіз ғой. Жатыңыз. Ой, рахмет сіңлім саған үлкен. Ал, жақсы сау болыңыздар. Ана апаға дұрыс қараңыздар енді. Ой, конечно. Болды, жақсы. Сау бол. Жолың болсын. Рахмет. Ал, біз жолға шығайық. Жеңеше, жолдан ана Абылайдың үйіне соғып кетуім керек әлі. Қап, сендер келгенде мынадай болып қалғанын қараш. Ой, қайныңыз келгесін, әшейін еркелеп атсыз да. Иә, солай болды дейім өзі. Жеңеше, ауырмаңыз. Өзіңізді көрсем, ағамды көргендей бір көңілім орнына түсіп қалады. Ағама баруға асықпаңыз. Не бар дейсіз сонда? Мен бармын ғой мұнда. Ай, жеңеше. Қой, біз жүрдік. Жақсы болып кетіңіз, абысын. Құдай қаласа тойда кездесейік. Рахмет. Жолдарың болсын. Ай, жексен, дүйсен, Наконай, көкелерің шығарып салыңдар. Ай, шешелеріңе қараңдар. Наконай, ана костюмді әпер. Ал, аман болып тұрыңыз, жеңеше. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсы. Жақсы. Жолдарың болсын. Апа неғып талып қалды Күлпаш, мен жақта бірдеңе болды ма? Ой, ана кіші ата менің сіңіліме құда түскеп, каталог. Ужас. Ана Дариға апа сияқты енесі болса бар ғой, менің сіңілім точно өледі. Енді? Сен де дедің, көндің ба? Құдай, менен кім рұқсат сұрап жатыр дейсің? Біреу рұқсат сұрапты ма менен? Бәрін өздері шешіп қойған. Маған ескерту да жайш. Ой, Күлпаш, сіңілің годен, не годенге қарамай армияға кетті десе онда. Соғанша отжимание жасап үйрен деп айту керек еді. Жаным, алтыным, бриллиантым, ауырмаңызшы. Сіз кетіп қалсаңыз мен не істеймін? Кетші бар, не бәле ол жөндеп сөйлесейші. Құдайға шүкір, апам денсаулығы күшті. Қалайсыз апа?
Naköney, Ау. маған су әкеп берші жаным. Болды апа. Нешес? Фанта, кола, спрайт, қымыз, қымыран. Ана бұлақтың суын. Бұлақтың суын ішесіз ба? О, католик бұлақтың суын ақпыш? Әй, Naköney, сен әкел. Мен сенің қолыңнан ішкім кеп тұр. Болды. шөп шалаң қылмай тазалап ап кел. Тас қылам қазір. Ойбай, апа зәремізді алдыңыз ғой. Ту, сонша бізді қорқытып жақсыз ба енді? Жатсаңызшы апа. Сапа. Маған түк те болған жоқ. Сені құтқарайын деп әдейі істедім. Апа? Апа? Мә, апа шын айтып атсыз ба? Әй, сөйтпесем, бәрі сені қидап бара жатыр ғой. Жаным, апам менің. Апа, бәли, атсыз ғой таза. Рахмет сізге менің жағдайымды түсін. Шыныма не айтарын білмей отыр едім ше. Әй, Күлпаш, анау аға жеңгеңе хабар бер. Ар жағын енді өздері шешсін. Болды. Сосын ана Дариғаның мінезінде ескерт. Аха. Анау қызы енді дайын болып барсын да, барса да. Иә, дұрыс айтасыз. Болды, апа. Ескертеміз звондап айтам. Рахмет апа сізге. Ай, қой құрсын, мен демалайын. Иә, демалыңыз. Иә, доктор маған демал деді ғой. Сериалыңызды көріп, беймарал демалыңыз. Ай, сериалы құрсын, көрмеймін. Көрмейсіз ба? Жоқ. Қазір шай апарам апа. Жарайды. Жаным, апам менің. Біздің апамдай апа, ешкімді жоқ қой. Иә, Құдайға шүкір апам аман болсын. Жаным. Ана кухнядағы ыдыстарды көріп тұрсың ба? Бір тура той өткен сияқты, 3 шара ыдыс аяқ тұр. Кім жуады енді оның бәрі? Біз жуамыз. Осындайда еркек болғым келіп кетеді ше. Айтпа. Мен жуам, сен шаясың ба? Или сен шаясың ба, мен жуам. Давай соны өзің жуып өзің шая саласың. Сен ше. Каталог, өз көзіңмен көрдің ғой. Мен бүгін психологический стресс алдым. Маған кішкене сәл өз-өзіме келіп, сәл адам болуым керек қой. Давай жинап жуып қойсайшы өзің. Сен күшті жуасың ше. Ойба, Күлпаш, арам, бәле десе. Я тоже тебя обожаю. Ондай стрессті мен де алдым ғой, кейде. Католик? Апам кім? Үйде. Күлпаш екеуі сериал көріп жатыр. Апартпен бұлақтың суын ішіп, сериалын көріп жатсын со.